Hello, my friends. It's your English coach Angela. Today we're going to talk about complex object. Жалпы достар, бүгін сіздермен complex object туралы айтатын боламыз. Жалпы сіздер ағылшын тілінде әдемі сөйлегеніңіз келетін болса, complex object құрылымын қолдануыңызға болады. Мысалы, қазақ тілінде айтамыз, мен оның маған көмектескенін қалаймын. Мен оның менімен бірге барғанын қалаймын. Қалайтын едім деген сияқты сөйлемдерді біз комплекс object құрылымымен айтатын боламыз. Ал енді кеттік, біз формуласына қарайық. Яғни комплекс object құрылымында бізде subject, бастауыш, verb plus pronoun. Яғни қандай pronoun? Бізде object pronoun plus одан кейін to infinitive. Енді қараңыздар. Комплекс object'та бізде есімдіктер болатын болса, жіктеу есімдіктер болатын болса, тура сол есімдіктердің біз үшінші столбигінде тұрған формасын қолданамыз. Мысалы, жіктеу есімдіктердің ілік септіктегі формасы, одан кейін бізде үшінші колонкада тұрады object pronouns. I, you, he, she, it, with, they. Бізде жіктеу есімдіктері, ілік септігінде формасы my, your, his, her, it's, their, our. Ал object pronoun бізде үшінші колонкада тұратын формасы, үшінші қатардағы формасы бізде me, you, him, her, it, them, us. Бізге complex object жасауға бізге тура осы object pronouns көмектеседі. Окей? Жалпы кеттік. Олай болса, subject бастауыш, verb, pronoun және етістік toмен бірге дедік. Ең алдымен, достар, сіздер қараңыздар. Мен етістіктерді үшке бөліп алдым. Қалауды білдіретін етістіктер want, ask, like, would like. Бізде сосын сезімді білдіретін етістіктер see, watch, notice, observe, feel. Үшінші бізде let және make. Енді қараңыздар, егер қалауды білдіретін етістіктер болатын болса, біз келесі етістікті біз to мен қолданамыз. Мысалы, I want, мен қалаймын. I бізде бастауыш, subject. Бізде want, етістік, verb. Одан кейін бізде him, бізде object pronoun. Мені келіп тұр. Object pronoun бізде he болатын болса, him болады. Одан кейін етістік toмен бірге. I want him to help me. Мен оның маған көмектескенін қалаймын. Демек формулаға салдық. Формулаға салатын болсақ, оқуға, Енді келесі етістіктер қатарына қараңыздар. See, watch, notice, observe, feel. Тура осы етістіктермен біз қолданған кезде жаңағы келесі етістікті біз to сіз аламыз. To мен қолданбаймыз. Мысалы, I бастауыш, so бізде екінші қатардағы етістіктердің қатарына кетеді. I saw him cross the street. Бізде him, бізде object pronoun, cross the street. To cross деген зұл қате болады, cross the street. Мен оның көшені кесіп өткенін көрдім. Немесе сіздер participle one формасын, етістіктің participle one формасын қолданасыздар. Қай кезде, яғни сезімді білдіретін етістіктерді қолданған кезде. Мысалы, I saw my children playing in the yard. Мен балаларымның аулада ойнап жатқанын көрдім. Сонда қараңыздар, егер де сіздер сіз етістіктің infinitive формасын қолданатын болсаңыздар, сіз іс-әрекеттің болғанын көрдіңіздер. Мысалы, көшені кесіп өткенін көрдіңіздер. Ал егер де ing жалғанған формасын, яғни participle one'ды қолданатын болсаңыздар етістіктің, ол кезде сіз процесті көрдіңіз, немесе сездіңіз, немесе бақыладыңыз деген сияқты мағынаны білдіреді. I saw my children playing. Балаларының ойнап жатқанын, аулада ойнап жатқанын көрдім деген сөйлем бізден шықты. Келесі бізде етістіктер let және make дедім. Let бізде бір нәрсеге рұқсат беру, біреуді бір нәрсе жасауға. Make бізде біреуді мәжбүрлеу деп айтамыз. Біреуді бір нәрсе жасауға мәжбүрлеу. Мысалы айтамыз, осы let, make етістіктері келетін болса, біз келесі етістікті біз to-сіз қолданамыз. Мысалы, the film made me cry. Фильм мені жылатты. Film бастауыш, made бізде verb, pronoun және cry
Infinitive bizde tüsüz келіп тұр. Келесі. I let my children play outside. Мен балаларыма далада ойнауына рұқсат еттім. I let. Let деген етістік, мынау play деген етістіктің түйсіз қолдануына себеп болып тұр. I let my children play outside. Енді қараңыздар, біз үнемі мысалы object pronouns қолданамыз деген сөз емес. Мысалы, object pronoun орнына мен достарымның келгенін қалаймын, мен балаларымның жасағанын қалаймын, мен ата-анамнан сұрадым, сондай бір нәрсені алып беруін деген сияқты сөйлемдерді айтатын болсаңыздар, сіздер object pronoun орнына затесін қолдана аласыздар. Мысалы, I want my parents to buy me a new car. I want my children to help me clean the house. Тағы сол сияқты мысалдарды келтірген кезде біз комплекс объектті қолданады екенбіз. Окей, енді комплекс объектпен жасалған сөйлемдерді сіздер болымсыз және сұраулы сөйлемдер жасай аласыздар. Мысалы айтып, I want him to help me. Мен оның маған көмектескенін қаламаймын деп айтатын болсаңыздар, кәдімгідей I don't want him to help me деп айта саласыздар. Ал егер де сұрақ қоятын болсаңыздар, сіз менің көмектескенімді қалайсыз ба деген сұрақ қойғыңыз келетін болса, ол кезде кәдімгідей қай шақта тұру етістіктің мән бересіздер, соған қарай сұрақ қоя саласыздар. Мысалы, do you want me to help you? Сіз менің сізге көмектескенімді қалайсыз ба деген сұрақ шықты. Ал енді комплекс объект туралы жалпы осы. Егер де бүгінгі осы видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Каналға тіркеліп, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. See you soon. Өз мысалдарыңызды комментарийге жазыңыздар. Goodbye.